Саламатсыздар ма оқушылар? Жаңа сабақты бастамас бұрын мына сұраққа жауап беріңіздер. Орманнан қандай дыбыстар естуге болады? Әрине, әртүрлі жануарлардың дыбысын естуге болады. Демек, бүгінгі күннің тақырыбы дыбыс қалай пайда болады? Жануарлардың есту қабілеті. Көптеген жәндіктерге, барлық омыртқалы жануарларға тән қасиет ол есту. Адам мен жануарлар қоршаған ортадан көбіне биогенді дыбыстарды қабылдап, оған жауап қайтарады. Есту қабілеті жануарлардың ерекшелігіне, жасына, физиологиялық, экологиялық жағдайына, тағы басқасына байланысты болады. Оқушылар, масалар мен зауза қоңыздар ұшқан кезде дыбыс шығарады. Бұл дыбыс олардың қанатының қозғалысынан пайда болады. Сен білесің бе? Театр ғимаратын ерекше жобамен салады. Қабырғасы мен төбесінің пішіні көрермен залына дыбыстың біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Соның арқасында адамдар залдың қай жерінде отырса да, әртістердің дауысы мен музыкалық аспаптардың әуенін жақсы ести алады. Енді оқушылар, алған білімімізді қорыту мақсатында мына тапсырманы орындаймыз. Сәйкестендір. Сұрақтар: дыбыс деген не? 2. Қандай заттар дыбыс шығарады? 3. Қандай дыбыстар болады? 4. Дыбыс бірдей жылдамдықпен тарай ма? А, Ә, Б, В. Сіздер мына санды пайдалана отырып орналастырасыздар. Назарларыңызға рахмет, сіздерге сәттілік.